Ассалаумалейкум, жігіттер. Тахограф, тахо дейді. Режим труда и отдыха. Жүргізушінің еңбек және демалыс режимі. Оны енді Европада қолданылады. Құдай қаласа бізге Қазақстанға келеді. Ол не? Оны бәріңіз білесіздер, түсіндіріп айттым. Бұл бізде Қазақстанда көп қолданбайды. Вообще қолданбайды деген деп айтуға болады. Неге қолданбайды? Себебі бұны қолдану үшін біздің Қазақстанда және Европа, СНГ-дің жолдарында бізге условия болу керек. Жолда паркинг болу керек, тұрақтар. Минимум туалеті бар, заправкасы бар, шайханасы бар дегендей. 50 километр дейік мысалға. 50 километр сайын болып тұрса, ана логистический компаниялар, біздің үкімет, транспортный полиция бізден мекемелерден, жүргізушілерден спрос істей алады да, режиммен жүріңдер деп. Оны қазір сұрап атқан жоқ, себебі өздерінің арты ашықта. Оны требовать етсе, сұраса, ойбай, режиммен жүріңдер, тахомен жүріңдер десе, бізде условия жоқ. Біздер не істейміз? Қазақстан жігіттері көтеріледі. Оның ішінде батыстар бірінші бастайды, білесіңдер ғой. Хайвай шығарады, сонымен жұмыс жүрмей қалады. Мысалға, Қазақстанның жігіттері, Қазақстанның дальнобойын айтайын. Атыраудан шығып Алматыға 3 күнде жетесіңдер ғой, мысалға да, мысалға. Режиммен жүретін болсақ, 5 күн ғой. 1000 километрді біз мысалға Европада жүрім ғой енді мен. 650 километрді бірісімен де жүресіздер. Мысалға таңғы 6-да ашсаң, 9 сағат, таңғы 6, 3-те уже сменің жабылады. И аптасына 2 рет 13 сағат аласың да, сонымен 4-ке дейін жұмыс істей аласың. Общий уақытың бар 13 сағат. Оны да 15 қылуға болады. Сөйтіп режиммен сіздер жете алмайсыздар. Даже Қазақстанда режиммен 500 километр жүре алмайсыңдар ғой. Парковка жоқ. Бізде Қазақстанда білесіңдер ғой, жолда обочинаға тұрады да, машиналар қисайып қона береді сол жерде. Оның бәрі ертең қысқартады. Қысқартса, неге қысқартады? Тахомен жүрсең, толып кетеді обочинаның бойы машинаға. Ол аварийный ситуация создавать етеді. Сол үшін Қазақстанда режимді тахоны сұрамайды. Ол личный менің мнением, және кішкене анау-мынау информациялар. Тахо дейтін жігіттер баяғы Nokia тройка ғой, өзінің бір айналдырған алтақ кнопкасы бар. Режимді ашасың, нешеде 4,5 сағат жүресің, 45 минут пауза. Тағы 4,5 сағат жұмыс істейсің, сонымен бітті, қалас. Бір күнің бітті. Тоқтайсың, 9 сағат минимальны, стандарт 11 сағат демалу керексің. Водитель демалу керек. Негізі жігіттер, Қазақстан СНГ-ның дальнобойдағы жігіттер, мынау өте керемет. Егерде сіздер жұмыс істеп, безопасно жұмыс істегілеріңіз келсе. Біздікілер қалай? Дизи, рация, что там жігіттер, не хабар, қолдарында WhatsApp, бейді отырады. Авария болады. Қырғын трассада, қырғын авария болып жатыр. Күн тайғанақ, қазір екінің бірі фура алып алады да, ой, мен дальнобойщикпін дейді, басады. Қытай тайғанақ кетеді, салам алейкум обочинаға.